Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді тауық етін пеште дайындау рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тауық еті, оның үстіне микс осылай 1 шай қасық приправаларды араластырып саламыз. 1 шай қасық қызыл бұрыш саламыз, қара бұрыш саламыз және томатный паста. 2 шай қасық соевый соус. Bir шай қасық тұз. Бір пиязды осылай турап салатын боламыз. Сосын картопты барлығын жақсылап араластырып, жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Одан соң алып 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут аралығында пісіреміз. Біздің тауығымыз дайын, ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.